Қайырлы күн, оқушылар. Бүгінгі ашық сабағымызда жақсы көңіл-күй болуыңызды, бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Айша, бүгінгі сабақта көңіл-күйің керемет болуына сәттілік тілеймін. Саған жақсылық тілеймін. Саған сәттілік тілеймін. Саған бақыт тілеймін. Жақсы баға тілеймін. Беске оқып. Саған шаттық тілеймін. Саған жақсы баға тілеймін. Саған қуаныш тілеймін. Саған жақсы көңіл. Сізге жақсы көңіл тілеймін. Рахмет. Енді балалар, екі топқа бөлініп отырамыз. Қызыл, жасыл алма тұр столдың бетінде. Соны таңдап, өзіміз қатарып отырамыз. Жақсы. Бірінші топ қызыл алма, екінші топ жасыл алма таңдапсыңдар. Өте жақсы. Ал балалар, олай болса сабағымызды бастамас бұрын үй тапсырмасына беруге. Үй тапсырмасы. Үйге не бердім? Әдема? Үйге эссе берді. Үйде эссе берді. Жақсы. Әр топтан топ басшысын сайлап алайық. Сол топ басшысы сабақтағы үй тапсырмасын жазып келгендегі тапсырмалардың барлығын тексеріп, ең жақсы құнды деген бір эссені оқиық. Ал мына топтан қай топ басшысын сайлаймыз? Аиша, жақсы. Мына топтан қай топ басшысы? Русалина, жақсы. Ал енді әр топ басшысы өзінің қолын жақсы алып шығады деген ойдамыз. Ал енді топтан келісіп отырып, бір эссемізді оқиық үй тапсырмасын. Абайдың қоғамдағы өзгерістерге деген көзқарасы өз уақытында өте батыл болды. Абай Құнанбайұлы оның тәрбиесіне қарсы айтқан сөздері әкесінің дәстүрі мен мәдениеттің қатал шеңберінен шыққанын көрсетеді. Абай өз халқын жақсы көргенмен оның даму жолындағы оларда жаңашылдыққа жетелеу үшін кейде күресуге мәжбүр болды. Әкесінің салт дәстүр мен патриоттық көзқарасы жиі адамды шектеп қоғамның дамуына кедергі келтірді. Жақсы, өте жақсы бірінші топ. Ал екінші топтан Русалина оқи ғой. Қол жетімді дауыс шығарып отырды. Біздің топқа еңлік керек поэмасындағы бата бұзу мәселесі туралы эссе жазуға бердіңіз. Еңлік керек поэмасында бата бұзу мәселесі маңызды орын алады. Бұл поэмада қазақ халқының дәстүрлері мен салттары терең түрде бейнеленеді. Еңлік пен Кебектің махаббаты қоғамның дәстүрлі нормаларына қайшы келеді. Негізі ең басында Кебектің әкесі батасын бұза отырып, өз ұлының сенімдеріне қарсы шығады. Бұл бата бұзу тек махаббат үшін ғана емес, жалпы әлеуметтік жүйеге де қарсы әрекет ретінде көрсетіледі. Әкенің бата бұзуы қоғамдағы тәртіптің, құндылықтардың өзгеруі туралы ескертуі деп ойлаймын. Және еңлік керек трагедиясындағы түпкі себебі осы бата бұзудың салдарымен пайда болған деген ойым бар. Қорытындылай келе бұл оқиға бір жағынан қазақ қоғамындағы дәстүрлерінің батасының қаншалықты маңызды екенін көрсетсе, екінші жағынан сол дәстүрлердің кейде жеке адамның тағдырына әсер етуі мүмкін екендігін білдіреді. Жақсы, топтардың аттары жазылып, берілген бағалау парағы тұр. Бағалау парағында біз жақсы жауап берген оқушыға жұлдызшаны қоямыз. 4 деген баға болатын болса, біз смайликті қоямыз. Екі топқа да осындай белгі беремін. Топтың аты жөні жазылған парақ бар. Ал қолындағы бағдаршам балалар, біз егер дайын болатын болсақ, жасылды көтеріп белгі береміз. Қызылда әлі дайын емеспіз, сарыда дайындалып жатырмыз деген белгі. Екінші топқа да сол. Түсінікті ғой балалар. Сабағымызды бастаймыз балалар. Сабақтың тақырыбы Шәкәрім Құдайбердіұлының жастарға өлеңінің тақырыптық идеялық ерекшелігі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты көркем мәтінді пайымдап, мәнерлеп оқу, шығарма үзіндісін өзге нысанмен салыстыру деген мақсатта жұмыс жасаймыз балалар. Өткен сабақта Шәкәрімнің өмірі мен шығармашылығы, еңлік кебек дастандарын өткенбіз, ол туралы барлығымыз ол туралы мәліметтің бәрін біле отыра, бүгін біз Шәкәрім Құдайбердіұлының жастарға өлеңін өтеміз. Жастарға жалпы ақындық өнер жолына түскенде ақын 19 жасында жазған өлең екен бұл. Бұл өлеңнің бірінші шумағын алып отырмын балалар. Кел жастар, біз бір түрлі жол табалық, арам айла, зорлықсыз мал табалық. Өтпес өмір таусылмас мал берерлік, бір білімді данышпан жан табалық деп жастарды білім тәрбиеге, білім алуға шақырады. Және
сонымен бірге бір білімді данышпан жан табалық деген жолдарда Абайдың бойындағы данышпандықты айта келе, одан үлгі алуға шақырады. Ал енді кітаптың 9-шы бетті ашсақ, сол жерде біздерге жастарға деген өлеңі берілген. Ондай болса, бірінші топтан бастайық. Жастарға: кел жастар, біз бір түрлі жол табалық. Арам айла, зорлықсыз мал табалық. Өшпес өмір, таусылмас мал берерлік. Бір білімді данышпан жан табалық. Ал енді олай болса кімді алалық? Қазақта қай жақсы бар, көз салалық. Шын іздесек табармыз шын ғалым, күнде күйлей бермелік бозбалалық. Сақ болалық, бір шоқып, бір қаралық. Қарауылдар мезгіл ғой тұр қаралық. Жүз айтқанмен өзгенің бәрі надан, жалыналық, Абайға жүр баралық. Білімді сол кісіден ізденелік, әдейі іздеп біз келдік сізге делік. Өмір зая болмастан өнер үйрет, ақылынды аяма бізге делік. Көп қуға көзіміз сүзбеделік, ұқпас деп бізден үміт үзбеделік. Залымдар заң үйретіп адастырды, бізді сал жөнделік ізгеделік. Тапқан ізге таласпай шын көнелік, жұртқа күлкі болмайық жөнделелік. Армандықпен, алдаумен күн өткізбей, өтірікке өлгенше шынға өлік. Құрбыласы қулықпен айла баққан, олардың алдамшы деп көңіл қайтқан. Енді бізге ақылын көрсетіп тұр, алушы жоқ екен деп жастар жатқан. Алмасақ үміт үзер тағы жастан, өлсекте ұмтылалық осы бастан. Өткізе алмай еліне қайтса көшіп, қаламыз асыл түге ине аламастан. Қой ойлалық шаталып шатаспастан, оңамыз ба Абайдан баталмастан. Асыл алсақ асылын аямайды, келді ғой өз еліне саталмастан. Толы өтсе үміті бар қуанбақтан, еңбегім жанды ғой деп жұбанбақтан. Абай кетсе осы елде кім қылады, табамыз наданнан сұрандықтан. Өте жақсы балалар. Енді бала, сол өлеңнің ішінде бізде түсініксіз сөздер тұр. Дәптерді ашамыз. Дәптерді ашып сөздікпен жұмыс жасайық балалар. Бұл жерде біздің жастар өлеңді берілгенде базавар әрбір деген болатын болса, дұспан, дұшпан, шатыну, шатасу, пәлеге ұшырау, күсіп деген безу деген ұғымды білдіреді екен балалар. Дәптерімізді ашып, сөздікпен жұмыс жасап қоямыз. Жалпы өлеңнің негізгі түйіні тәрбиелік мәні қандай? Жалпы зұлымдықтан, жамандықтан, әділетсіздік пен қиянат жасаудан аулақ болуға шақырады. Халықтың мүддесін қорғай білуге, болашақ ұрпағына деген көрсетер үлкен тәрбие екенін біліп отырмыз, балалар. Жақсы. Олай болатын болса, балалар, ары қарай бірінші тапсырмамыз. Бірінші тапсырмада түстеу әдісі, арам, айла, зорлықсыз мал табу, данышпан жан табу, екі шоқ бір қарау, ақылын көрсету, өлсе де ұмтылу деген сөздердің мағынасын тауып жазамыз бірінші тапсырмада. Ал жазып болсақ, балалар, өзімізді тексеріп көрейік. Арам айла зорлықсыз мал табу дегеніміз қалай екен? Арамдықпен, айламен тапқан малдың адамға пайдасы болмайды деген мағынаны келтіреді. Жақсы. Данышпан жан табу деп не айтып жатыр балалар? Білімді көзі ашық адам. Екі шоқ бір қарау деген мағына білдіреді екен, Сәкена? Сақ болу, абай болу деген мағынада. Жақсы. Ақылын көрсету дейді. Жол көрсету, яғни дұрыс жолға бағыттау деген мағынаны білдіреді. Жақсы. Өлсе де ұмтылу дейді. Бірінші топтан жауап берейінші, Айзере. Алған беттен қайтпау. Алған беттен қайтпау дейді. Міне осы сөздің өзінің жазғаны балалар. Қашанда әр адам не істеу керек екен? Алға қарай ұмтылу керек екен. Ал енді олай болатын болса, екінші тапсырма балалар. Екінші тапсырманы орындайды. Бұл жерде салыстыру әдісі бірінші топқа Шәкәрім мен Абай ұстанымындағы ұқсастық пен айырмашылықтың Вен диаграммасын көрсетеміз. Екінші топқа Абай Құнанбайұлының қолында мақтанбай мен Шәкәрімнің Құдайберді оламыз. Жастарға өлеңін салыстырамыз. Қазір мен стикерлерім жазып шығамыз. Әр жақсы жауапқа стикер беріп отырамыз. Мына топта бізде кім? Қазір Адема жауап берді. Айзере,
Так, один. Аяру. Аиша жауап берді, жақсы. Мына топтан Альбина, Сакина, Мусалина жауап берді, балдар. Қай оқушының жауаптары дұрыс екен, соны бағалап отырып стикермен бағалап отырамыз. Қанша жинадық стикер соңында бағалап отырамыз. Біз қай белгіні көрсетеміз, балдар? Тапсырма орындап болғанда жақсы. Бірінші топ орындап болыпты, екінші топта да екен. Ал енді олай болатын болса, қай топтан бастаймыз? Екі топ бірдей болып қойды. Ал бірінші топтан бастайық. Бірінші топта. Жақсы, сол орында тұрып айта береміз. Бұл жерде біз Шәкәрім Құдайбердіұлы мен Абай Құнанбаевұлын салыстырмалы диаграмма ретінде айтып жеткіздік. Оның біреуін оқысам, Шәкәрім Құдайбердіұлы имандылық, адамгершілік, адал еңбек, мейірімділік, әділеттілік және тағы да басқа қасиеттерді айқындап жеткізеді. Абай Құнанбайұлы жастардың бойындағы жастардың қасиеттерін жоюға тырысады, орыс және батыс әдебиеттерін зерттеуге насихаттайды. Осы екі ақынның ортақ қасиеті, яғни ортақ тақырыбын айта кететін болсақ, екеуі де жастарды қоғамның болашағы деп қарастырады. Жастардың білім алып, саналы болуын басты мақсат деп санайды. Жақсы. Топтың барлығы ұйымдасқан шешімдеріңіз осы ғой, бәріне бітіп па? Жақсы, өте жақсы балалар. Ал енді екінші топқа кезек берейік. Екінші топтар ұйымдасқан түрде жұмыстары жасалыпты. Ғылым таппай мақтанба және жастарға өлеңін біз салыстыра отырып, осындай қорытындыға келдік. Ғылым таппай мақтанба өлеңінде, Абайдың өлеңінде Абай жастарды білімге, ілімге, кемеңгер болуға шақырып, ұрпақты өнерге, білімге және ғылымға қабілет алуға шақырып ұмтылған болатын. Ал жастарға өлеңінде адамгершілікке, білімге, адалдыққа, надан болмауға және рухани тазалық сақтауға үндеген болатын. Жастарды адамгершілікке, білімге, адалдыққа, надан болуға және рухани жазғылыққа үндейтін шығарма. Аха, жақсы. Ал, Бағдәулет, Сәкен. Жастарға өлеңінде Шәкәрім атамыз өз ағасы Абайды жақсы жақта көрсетіп, өз ағасының ақылдылығын айтып, қазіргі жастарды да осындай биік мақсаттарға жетіп дамуын қалады. Өте жақсы балалар. Ал Бағдәулет, не жазсын сен жаңа? Абайдың өлеңі жастарды білім мен ғылымға, еңбекке шақырды. Ол ақыл мен адамгершіліктің негізі. Ілім екенін насихаттайды. Жақсы балалар. Ал Альбина. Абайдың өлеңінде Абай жастарды білімге, ілімге, иманды болуға шақырып, ұрпақты өнерге, білімге, ғылымға, ғайбаттауға болмайтыны айтқан болатын. Және де ұшқындарын ашу туралы айтып отырып. Так, топтан керемет бала. Бағдәулет кел. Бәріне де телевизор, өйткені сендер өздерінің жұмыстарыңызды Сәкинаны кел. Жақсы. Осы қорытындылаймыз. Жастарға өлеңі бойынша талқылау арналған сұрақтар. Жалпы бізде жастар өлеңінде ақын жастарды адам кезінде қандай кемшіліктерден аулақ болуға шақырады? Айша. Ақын жастарға өлеңінде жастардан надандықтан, зұлымдықтан, мақтаншақтықтан, жаман қылықтардан аулақ болуға шақырады. Жақсы. Зерек. Түйіп алғанымыз не осы өлеңден? Жастарға өлеңін жаман қылықтардан аулақ болуға, барынша білімге ұмтылуға, еңбекқор болуға, зорлықсыз айламен мал табуға қарсы. Тағы да ой қосатындар ма топта? Жаман әдетке жақындамауға. Жаман әдеттен жақындамауға. Жақсы. Екінші топтан бар ма қосатындар? Сәкена? Шәкәрімнің өсиеті бойынша өз білімдерін жетілдіруге, өздерін дамытуға, жаман жолмен жүрмеуге кеңес береді. Өте жақсы. Так, бар ма қосатындар, алып қосатындар? Жақсы, Альбина. Өмір зая болмас, өмірді зая кетірмей өнер үйренуге және де
жаңа бірінші топ айтып кеткендей білімге, ілімге шақырған болатын. Өмірді уақыт өтті, зая кетірмей, барынша тиімді қолдануға шақырады. Барлық ақыл заңдарын жақсы. Екінші сұраққа келейікші бала. Екінші сұрақ, ақын неліктен жүз айтқанымен өзгенің бәрі бар. Жалын абайға жүр баралық дейді. Не себепті айтады бұлай? Не үшін абайға жалынайық деп жатыр? Өйткені шәкәрім абайдың қасында жүріп, барлық айтады жақсы. Шәкәрім абайдың қасында тәрбиеленген, өскен және үлкен тұлға болып шыққан. Сол үшін ол абай шәкәрімге үлкен зор әсерін тигізіп, оның сондай үлкен тұлға болуына әсер еткен болатын. Жақсы, иә? Барлық адамдар дұрыс, жақсы. Барлық адамдардан абайды шәкәрім биік қояды. Себебі ғылымды да білімді де игерген абайдан шәкәрім үйренді балалар. Жақсы, олай болса келесі сұрақ. Келесі сұрақта шәкәрімнің жастарға өлеңін негізге ала отырып дейді, бүгінгі жастарға қандай кеңес берер едіңдер дейді? Мен өз басым жастарға білім алуға, надандықтан алшақ болуға, жаман қасиеттерді жоюға, білімді көтеруге өз үлесімді қосу арқылы оларға тәрбие берер едім. Өте жақсы. Рахмет, оны қосатындар. Жібек. Шәкәрімнің өсиеті бойынша өз білімдерінің жетілдіктеріне өздерін дамытуға, жаман жолмен жүрмеуге кеңес берер едім. Жақсы. Еліміздің болашақ кімдер дейді? Яғни кімдер? Жастар, яғни сіздер мен біздер. Біз сол ақынның армандаған арманын орындай аламыз ба? Әрине, жастардың бойында қанша күш-жігер, қайрат та барлығы жетеді. Бұл өлеңге автор кімге сенеді, кімдерге сенеді? Жастарға сенеді. Жастар қандай болу керек? Әрқашан өз мақсатына қолын түскізбей, ештеңеге қарамай, қиындықтарға қарамай, мақсаттарына жетіп. Мақсатқа жету үшін әрекет жасау керек. Үйге тапсырма жазып алыңдар. Үйге тапсырма бірінші топқа еліміздің болашақ жастар эссе жазып келеміз. Екінші топқа өлеңдегі жастар мен қазіргі жастардың келбетін талдау жасаймыз. Өйткені Попс формуласы бойынша екінші тапсырмада тұр, сол бойынша жазып келеміз. Біз бүгін сабақта оқып үйренгеніміз не жақсы шықты, күшті жақтары қандай болды. Стикерге жазыңдар, мен ол маған әрине келесі сабаққа көпір болады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Топ басшыларына мен бағалау парағын берген болатын. Топ басшылардың бағалау парағына қарайық. Жақсы. Топ басшылары. Екінші топтың топ басшылары. Жақсы. Екі топтың да топ басшылары міне. Осы бағаны салыстыра отырып, мен бағаларымды қоятын боламын. Ал енді мен берген стикерлер кімде, қанша стикер бар екен мен берген? Айшада, Альбинада қанша? Екеу, жақсы. Так, Сәкена үшеу, Бағдәулетте біреу. Жоғалтпас біреу еді сенікі? Жақсы. Ал бірінші топта стикерлеріміз санайықшы кәмеге. Екеу стикер алыпсың, жақсы жауап беріп отырған үшін. Біреу, Бағдәулетте жоқ балалар. Ал жақсы балалар, осымен сабақ аяқталды. Бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Бұл сіздер.